конституция әр елдің өз болмысына сай қалыптасады. Мемлекеттердің тарихы, мәдениеті, тілі, саяси жүйесі әрине ұқсамайды. Сондықтан мысалға сол жаңа дамыған елдердің кез келгенін айтатын болсақ, Германия болсын, Франция болсын, Америка құрама штаттары болсын, оларда жұмыс істейтін нормалар әрине Қазақстанға толығымен сол күйінде әкеліп қолдана алмаймыз. Аталған елдердің өздері де конституцияны бір-бірінен көшіріп отырған жоқ. Мәдениеті, экономикасы, саяси жүйесі ұқсас мемлекеттердің өзі конституцияны бір-бірінен көшірмейді. Ендеше біздің мәдениетіміз, салтымыз, құндылықтар жүйесі бөлек, біз Қазақстан неге олардан бірден көшіріп алуымыз керек? Оның үстіне басқа елдерде біздің мәдениетке, біздің құндылықтарға сай келмек түгіл, мүлдем жат, қарама-қайшы нормалар бар. Біз оларды да қабылдай алмаймыз. Керісінше, жаңа заңда төл мәдениетімізге, төл құндылықтарға қайшы келетін дүниелерге біз тосқауыл қойып отырмыз. Зайырлық мемлекет деген жаңа нормалар, немесе неке туралы нормалардың барлығы де бұл соңғы уақытта қоғамға ықпал ете бастаған басқа жат құндылықтарға тосқауыл қою мақсатында енгізіліп отыр. Яғни өзге елдерден алатын дүние де бар, алмайтын дүние де бар. Яғни ата заң бұл жай ғана мәтін емес, бұл сол қоғамның қалыптасқан ішкі дүние танымы, моральдық нормалар жиынтығы.